Қалайсыздар, қалдарыңызға достар, қыздар қауымы сіздерге күнделікті уақытта жасап жүретін жаңа қазіргі трендтегі осындай клубника шоколаден көрсететін боламын. Қалай жасау жолын өте оңай және әрі тез. Ол үшін бізге осындай клубникалар аламыз, жақсылап жуып тазалап кептіреміз. Сосын аз ғана уақытқа холодильникке қойып аламыз. Сосын оған шоколад керек. Қандай да шоколад алсаңыздар болады, оны өздеріңіз білесіздер. Қазір видео барысында қалай жасау жолын көрсетемін. Өте тез әрі дәмді дайындалатын клубника шоколаданы жасаймыз. Ең алдымен маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Дальше арғай қарап көріп, өздеріңіз үйде жасап көріңіздер. Міне мына шоколад, осы шоколадтың үстіне ақ май құямыз. 2 ас қасық или 3 ас қасық құясыздар. Сонда майдың еру массасы жақсы болады. Жаңа 1 қасық құйып қойғам, және 2-ші қасық. Енді осыны қазір қайнап тұрған суда ерітетін боламыз. Міне астында қайнап тұрған су, үстінде шоколадымыз 1 қалыпты формаға енгенше араластырып тұрамыз. Міне біздің шоколадтың массасы 1 қалыпты формаға енді. Енді біз оны бізге шоколадымызға жақсы жағылу үшін мынандай ыдысқа құйып аламыз, стаканға. Міне стаканға құйып алдық. Енді біз клубниканы аламыз. Клубниканы аламыз да бұны саламыз. Қоямыз. Осылай малайсыздар. Саламыз. Сосын кейін фольгаға қоямыз. Осылай. Үстіп қойып шығамыз. Міне біздің осындай клубника шоколады үстіп қойып алғаннан кейін холодильникке, морозильникке қоямыз. 10-15 минут шоколад қатқанша. Сосын кейін оформление жасап, егер оформление жасайтын болсаңыздар, үстіне әртүрлі жақсы тәттілер себуге болады. Ал үй жағдайында болғанда мен сепкен жоқпын ештеңе. Осылай жасап жесеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, лайкты басып, тағы да қандай рецепттерді көргілеріңіз келеді, жазып кетіңіздер комментарияға. Алдағы уақытта сіздердің сұраныстарыңыз бойынша видео салып отыратын боламын.